Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы «Сен не жейсің?» Жаңа сөздер, новые слова. Жеймін, ем, кушаю. Жемеймін, не ем, не кушаю. Бесінші сабақ. Сен не жейсің? Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы. Үлгі бойынша айт. Алма, алмұрт, өрік, жүзім, шие. Мен алмұрт жеймін. Мен жүзім жеймін. Есте сақта. Мен алма жеймін. Мен алма жемеймін. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Мен алма, алмұрт, өрік жеймін. Мен жүзім, шие жемеймін. Үшінші тапсырма. Тыңда, оқы. Үлгі бойынша сөйлес. Әсет, алма жейсің бе? Иә, жеймін. Міне, ал, рақмет. Әсет, алма жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Рақмет. Төртінші тапсырма. Ойлан, сұраққа жауап бер. Сен не жейсің? Сен не жемейсің? Бесінші тапсырма. Х дыбысы мен әрпі. Жиһаз, айдаһар, гаухар. Сенің атың кім? Менің атым Гаухар. Есте сақта. Сұрақтар мен суреттерді сәйкестендір. Кім? Гаухар. Не? Жиһаз. Неше айдаһар? Бір айдаһар. Қандай тас? Әдемі гаухар тас. Х әріпі, Х дыбысы.